Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уссалату вассаламу аля расулина сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, бүгінгі қысқаша айтып өтетін уағызымыз жалпы бұл дүниені ақыретіміз үшін, ақыретте бір мол табысқа жетуіміз үшін пайдалану жайында айтып өтеміз. Бұл жайында пайғамбарымыздан мына хадисті бізге жеткізеді. Яғни осы дүниеге қатысты. Ан ибн Умар радиаллаху анхума қала. Ахваза Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам бимин кабайя. Фақала кун фи дуния кааннака ғурибун ау абиру сабил дейді. Абдулла ибн Умар радиаллаху айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менің екі иығымнан ұстап тұрып айтты дейді. Бұл дүниеде бөтен адам сияқты бол, немесе жолаушы сияқты бол деп айтты дейді. Қараңыздар, бұл дүниемен момын мұсылман адамның байланысы бұл дүниеде бөтен адам сияқты немесе жолаушы сияқты бол деп айтты дейді. Енді осы хадиске иншалла тоқталайық. Бірінші, Абдулла ибн Умар, оған Алла разы болсын, бұл пайғамбарымызға өте жақын, пайғамбарымыздың сүннетін өте қатты ұстанатын сахабалардың бірі еді. Тіпті Абдулла ибн Умар радиаллаху анху үйінің алдына шығып, қолын артына қойып, ары-бері жүретін еді үйінің алдында. Және де әйелінен сұрайтын еді. Менің жүрісім пайғамбарымыздың жүрісіне ұқсап жатыр ма, қараш дейтін еді. Сонда әйел айтатын еді, жоқ, ұқсап жатқан жоқ. Сөйтіп ары-бері жүретін еді, тіпті қашан, сенің жүрісің пайғамбарымыздың жүрісіне ұқсап жатыр дегенге дейін ары-бері жүретін еді. Пайғамбарымыздың сүннетін ұстануда, пайғамбарымызға деген махаббат осындай деңгейде болды. Абдулла ибн Умардың. Қараңыз, пайғамбарымыз Абдулла ибн Умардың менің екі иығымнан ұстап тұрып айтты дейді. Яғни пайғамбарымыз сахабалармен мәміле жасаған кезде сондай көркем мәміле жасайтын болған, тіпті сахабалар пайғамбарымыз мені қатты жақсы көреді деп ойлап қалатын болған. Пайғамбарымыз мені адамдардың ішінде ең қатты жақсы көреді екен деп ойлап қалатын сондай деңгейде болған. Бұған қатысты Амр ибн Ас радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз маған сондай мәміле жасайтын еді, мен тіпті ойлап қалдым, пайғамбарымыз адамдардың ішінде мені ең қатты жақсы көреді екен деп ойлап қалдым дейді. Сөйтіп, осыны күндердің күнінде сұрадым дейді. Я Расулулла, сіз адамдардың ішінде кімді қатты жақсы көресіз? Сонда пайғамбарымыз не деді? Айшаны деп айтты дейді. Айша анамызды. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жұбайы. Я Расулулла, мен ер адамдардан сұрап жатырмын деп айтты дейді. Ер адамдардан. Сонда Айшаның әкесін деп айтты дейді. Яғни Әбу Бәкір радиаллаху анху. Сосын кімді деп сұрап едім дейді? Османды деп айтты дейді. Сосын ше деп едім Әли радиаллаху анху. Сосын мен осы жерден не істедім дейді? Ұялғанымнан тоқтадым дейді. Осылай кете беретін болса, ең соңына барып қалам ба деп ойлап қалдым дейді. Қараңыздар, пайғамбарымыз мәміле жасаған кезде сахабалармен сондай жақын мәміледе жасайтын еді. Тіпті Абдулла ибн Умар радиаллаху анху менің екі иығымнан ұстап тұрып айтты дейді. Енді бұл дүниеде ғариб, яғни бөтен адам бол дегені, қараңыздар, бөтен адам өзінің тұрғылықты өмір сүріп жатқан жерінен басқа бір мекенге, басқа бір жат жерге барып өмір сүретін болса, ол жерде не істейді? Өзінің отанын сағынып жүреді. Өзінің отанын, ағайын туысын, бауырларын, солардың қасына келіп өмір сүруді қалайды адам. Енді ол жерде өмір сүріп жатқаннан кейін ол бөтен адам сол жерде, жат жерде жүрген кезде қымбат заттар ала ма? Немесе қымбат үй тұрғызады ма? Жоқ, әрине. Ол жерде жұмысын істеп, табысын тауып, өзінің туған туысқан ағайын бауырларының арасына келіп өмір сүреді. Бөтен адамның халі осылай болады негізі. Ал жолаушы адам болатын болса не істейді? Жолаушы адам өзінің мақсат еткен сапарында сол мақсат еткен жеріне жетерлік азық түлігін немесе киім кешегін ғана алып алады. Өзімен бірге бір дүниелерді қосып алып алмайды әрине. Сол сияқты біз де, құрметті ағайын, мына дүниеге келгеннен кейін бұл дүниеге біз неміз? Бұл дүниеге қонақпыз. Сондықтан да ерте ма, кеш па біз не істейміз? Бұл дүниеден ақыретке көшеміз, былайша айтқан кезде. Біз бұл дүниеден кетеміз. Аллах субхана тағала жалпы адам баласын жаратқан кезде, Адам алейхиссалам өзінің жарымен бұл жәннатта өмір сүрді. Аллах субхана Құран-ы Кәрімде айтады. Яғни, аузу биллахи минаш шайтанир ражим.
біз адам баласы адам алейхисаламға айттық, жәннатта өмір сүріңдер. Жұбайыңмен сен жәннатта өмір сүр. Уакула минха рагадан хайсу ши'тума. Яғни ол жерде қалаған жеміс-жидектен жеңдер деп айттық дейді. Және де не дейді? Уала тақраба хазихи шажара. Мына ағашқа жақындамаңдар. Фатакуна миназ залимин. Егер бұл ағашқа жақындайтын болсаңдар, өздеріңе зұлымдық еткендерден боласыңдар деп. Сол ағаштан жеп адам алейхиссаламның жерге түсірілгендігін біз білеміз. Осы дүниеге түсірілгендігін. Бұл дүниеге біз не істедік? Алла Субхана тағала не дейді? Бұл дүниеде қайсы бірлерің жақсы амал жасауларың үшін өлім мен өмірді жараттым дейді. Енді осы дүниеде, құрметті ағайын, біз қонақпыз. Уақыт сағат келген кезде бұл дүниеден естеміз, айтамыз. Пайғамбарымыз және де бір хадисінде не дейді? Жалпы момын мұсылман адам үшін бұл дүниенің түрме екендігін айтады. Момын мұсылман адам үшін бұл дүниенің түрме екендігін. Ал кәпір адам үшін жәннат екендігін айтады пайғамбарымыз. Қараңыздар, түрме дегеніміз не? Түрме дегеніміз өзінің несі бар? Тәртібі бар. Ол жерде адам өзінің қалаған жасамайды. Қалаған уақытында ұйықтап, қалаған уақытында тұрып, немесе қалаған тамағын ішіп, олай жасамайды. Ол жерде не бар? Тәртіп бар. Сол сияқты Алла Субхана тағала бізді жаратқаннан кейін, біз момын мұсылман, Аллаға және Алланың елшісіне иман келтіргеннен кейін бізде де не бар? Тәртіп бар. Алла Субхана тағала 5 уақыт намазды бізге бұйырып қойған. Және де жылына бір рет келетін ораза. Сосын бұл мал дүниеміз болатын болса 40-тан бірін зекет. Жағдайымыз болып жаса қажылық. Алла Субхана тағала бұның бәрін не істеп қойған, бізге бұйырып қойған. Осы шеңбердің ішінде біз Алланың бұйырғанымен өмір сүреміз. Сондықтан да пайғамбарымыз не деп айтты? Бұл дүниенің момын мұсылман үшін түрме екендігін айтты. Ал кәпір адам болатын болса, ол не істейді? Бұл дүниеде халал немесе харамға қарамайды, қалағанынша не істейді? Қалағанын ішіп жеп өмір сүреді. Бір жәннатта өмір сүргендей ол бұйрыққа бойынсынбайды, былайша айтқан кезде. Бұған мысал, мынау Ибн Хаджар әл-Асқалани деген үлкен мұхаддис ғалым өткен дүниеден осының бір оқиғасын келтірсек болады. Ибн Хаджар әл-Асқалани бірде, жалпы бұл қазы болған, сот болған үлкен. Мысырда өзінің қасында уәзірлерімен, қасында көмекшілерімен жолда келе жатқан кезде бір яһудидің алдынан шығып сұрақ қоятындығы бар. Менің бір сұрағым бар. Пайғамбарларың айтқан, мұсылман адам үшін бұл дүние, мұсылман адам үшін түрме, ал кәпір адам үшін бұл жәннат деп айтқан. Ал сен қай түрмедесің, мен қай жәннаттамын дейді. Өзі май сататын сонда яһуди, үсті басы май, жаңағы Ибн Хаджар әл-Асқаланидің жаңағыдай үстінде қымбат киімдеріне, астындағы қымбат атына, көліктеріне қарап айтады. Сонда не деп жауап береді? Егер де Аллах тағала момын мұсылман адамның мен осылай өмір сүріп осы дүниеде Аллаға бойынсынып өмір сүріп, ертең Аллах Субхана тағала момын мұсылман үшін дайындаған жәннатты егер сен көргеніңде ғой дейді, оны көргеніңде сен маған айтар едің дейді, сен бір түрмеде өмір сүрген екенсің ғой деп айтатын едің дейді. Жәннаттың алдында менің дәл осы халім не сияқты болады дейді? Түрме сияқты болады дейді. Ал сен осы халіңмен ертең Аллах тағаланың азабын көрген кезде сен жәннатта болғаныңды білесің дейді. Мына дүние сен үшін не болып қалады дейді? Жәннат болып қалады дейді. Сондықтан да құрметті ағайын, бұл дүниеде бұл өткінші болғандықтан пайғамбарымыз бізге не деп жатыр? Бұл дүниені ертең ақыретіміз үшін, ақыретіміз табысты болу үшін, сол Аллах Субхана тағаланың аспан мен жердей кең болған жәннатына кіруіміз үшін бұл дүниеде жақсы амалдар жасап пайдалануымыз үшін екен. Осы дүниеге бұл Аллах Субхана тағаланың бізді осы дүниеге алып келудегі мақсаты негізі сол екен. Осы естіп білгенімізге амал жасауымызды Аллах Субхана тағала нәсіп етсін иншалла.